Сәбираның бай жігітке тұрмысқа шықсам, шеке майым шылқ ете қалар, молшылықта өмір сүремін деген арманы орындала қоймады. Ердостың айлығы тамақтан артылмайтын жұмысқа орналасқанына ашуланды. Ердос табысын бір тиынына шейін санап үйіне әкелгенде шекесі тырысқан әйеліне ренжіп қалатын. Әйтеуір не істесе де жақтырмайтын. Сонда да әйеліне деген махаббатын сөндірмеуге тырысатын. Балалармен алысып, ұйқыға жатқызған соң Сәбираны жанына шақырды. Соңғы уақытта екеуі екі бөлек жатып жүрген. Ердос: «Сәбира, жаным, келші бері». «Жайшама, не болды тағы?» «Кел деймін, жаныма жақын келіп отыршы». «Әй, сен бәле құтырғаннан саумысың? Не тілентірді сені?» «Сұрақтарыңды доғаршы». «Жаным, жарығым, Құдай қосқан қосағым. Мен сені сағындым, кіп-кішкентай сұлу қызды сағындым, келші бері алтыным», деді Ердос. Сәбира: «Қойшы Ердос, кіп-кішкентай ерке дегені нес? Қатырасың ей, басқа теңей таппай кеттің бе? Түрден түр қалмады, шашым ағарып, бетіме әжім түсті. Бала туа беріп те әбіршіп кеттім. Сенің мазағыңа жол болсын». Ердос: «Жоқ, жаным. Сен өзіңе менің көзіммен қарашы. Қандай болсаң да, сен менің әйелімсің». Сәбира орнынан атып тұрды да: «Қой айналайын, басымды қатырып жібердің ғой», деді де дода шашын түйе-мүйе бөлмеден шығып, есікті сыртынан тарс жапты. Әйелінен көңілі қалған еркек күрсініп, артынша қор ете қалды. Аралары суынған ерлі-зайыптыларды тек балалары ғана ұстап тұрды. Екеуінің ұрыстарына себеп болар дүние аз емес еді. Жар құшағын сезінбей, қылықты келіншекті іздей бастаған еркекке жанашыр дос табылғандай, жігіт ағасы ойында ешқандай арам пиғылы жоқ. Жан жылуын сезінгісі келіп, сол қызға байланды. Шын мәнінде Ажар да тегін қыз емес еді. Жасы өтіп бара жатқан қызға баспанасы бар, үйлі-күйлі ер азаматты тауып, бір басын екеу етіп алу болатын мақсаты. Ажар жастайынан мектепте үлгерімі төмен, білімге қызығушылығы жоқ қыз болатын. Ата-анасының жағдайы жоқтығынан мектепті тамамдаған соң жоғарғы оқу орнына да түсе алмай, өлместің қамына кірісіп кеткен. Кішігірім мейрамханаларға даяршы болып жұмыс жасайтын. Сол бір күні жұмысқа жаңа орналасқан Ажар жұмысы біткен соң үйіне жиналып такси күтіп тұрғанда. Мейрамхана басшысы Ажардың алдына көлігімен тоқтап: «Ажар, кел отыр, жеткізіп тастайын», деді. Ажар: «Жоқ ағай, рахмет, өзім-ақ жетіп алармын». «Келсеңші, отырсаңшы енді. Ақшаң көп пе таксиге шашатын? Онсыз да сендер жаққа жолым түсіп тұр», деп қоймады. Жарайды, онда ағай», деді де қымбат көлікке мінгесе кетті. Бағыттың басқа жаққа бұрылған байқаған Ажар жүрегі шайлыға бастады. «Ағай, менің үйім бұл жақта емес», деді. «Кім айтты саған, сенің үйіңе барасың деп? Екеуміз бір керемет жерге бара жатырмыз», деді. Қорқынышы үдей түскен Ажардың даусы дірілдей: «Аға, не ойлағаныңыз бар? Өтінемін, бұл ойынды доғарыңызшы», деді. Үріп ауызға салған, моп-момақан жас бойжеткеннің тағдырының күл пашасы осы сәтте шыққанды. Отбасыма, үй ішіме бір пайдам тисінші деумен жұмысқа шығып, өз бетінше жасаған әрекетінің түбі жақсылыққа әкелмеді. «Мен біттім, құрған жерім осы, әке-шешеме айтамын, болашағым не болмақ», деп зар қақсаған қызға бастығы: «Ботам, кешірші, сені көптен бері қалталы еркектерді аңдыған жеңілтек қыз деп ойлап қалыппын», деді. Ажардың бұл жолға түскен алғашқы күні міне осылай басталғанды. Бастығы: «Ажар, сен жылама, мен сені жарты жолда қалдырмаймын.
шақырған кезде келіп тұрасың, саған пәтер мен кішігірім дүкен ашып беремін, деп жұбатқан-ды. Міне осылай Ажардың басқа арнаға бұрылған тағдыры өз жалғасын тауып, күндер артынан күндер өтіп жатты. Мейрамхана басшысы, бизнесі жүріп тұрған дөкей, көзге ілгенін құрығына түсірмей қоймайтын адам. Тек орындалмай жүрген бір арманы бар, баласы жоқ. Әйелімен 10 жыл бірге тұрса да, ұрпақ жалғар жанның болмауы оны тығырыққа тірейтін. Бірде ол Ажарға келіп, «Ажар, мен сенен бала сүйемін деген арманым бар. Неге бойыңа сәби бітер емес? Жоқ, әлде сен менен жасырып, бір нәрсе қолданып жүргеннен саумысың? Егер маған бір перзент сыйласаң, жарты дәулетім сеніңкі. Барлық арманыңды орындаймын. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда, не қаласаң да алып берем. Тек бір перзент сыйлашы маған», деді. Жылдар бойы бала сүюді армандаған жігіт ағасының үміті Ажарда еді. Бір қызығы, жақын қатынаста бірнеше жыл болса да, қыздың бойында өзгеріс тумады. Соңғы кездері Ажар мен Басекең екеуі ұрсып қала беретін. Міне, сол кезде Ажардың өміріне Ердос кезіге кетті. Салы суға кетіп, үйінен 2 қолын басына қойып, қатынынан безінген жігітті Ажар өз мақсатына пайдалануды көздеді. Алғашында сыпайылығымен, жасанды ибалылықпен сүйкімділігін іске қосып, оп-оңай үйіне кіргізіп, діттегеніне қол жеткізді. Енді бар болғаны, Ердостан құрсақ көтерсе болғаны. Пәтер де, кішігірім кәсіп те, шетел асып, ел көрем деген арманы бәрі өзіне қалмақ. Ал Ердос болса, үйіндегі оспадар әйелінен шаршағанда Ажардың үйіне түнеп жүрді. Әйеліне шындығын айтып көрбеді. Құлағына да қыстырмаған Сәбира Ердостан жүріс шығады деп ойламайтын. Сәбираның ойында өзге әйелге көз тастайтын еркек тек қана қалталы адамдар деп ойлайтын. Өзін адам орнына көрмейтін қатынның алдында ез болып жатқанша, нәзіктікке толы от әйелдің торында шырмалып, жалған да болса ыстық сезімдерді қалады. Шынында Ердосқа әйелдің жылы сөздері, тәтті қылықтары, құмарын қандыра сүйетін, тәніне рахат сыйлайтын нағыз әйел керек еді. Әйелі бере алмаған ғажайыптарды Ажардың бойынан оп-оңай іздеп тапқан Ердостың да аяғы аспаннан келді. Көп ұзамай Ажардың аяғы ауырлап, сүйінші хабарды бастығына жеткізуге асықты. Кешкі асты кереметтей әзірлеп, балауыздармен романтикаға толы кешкі ас дайындады. Көңіл қошы болмай, мазасызданып үйге келген бастығы, жүзі бал-бұл жайнаған Ажардың қуанышының сырын білуге асықпады. Ажар, сүйінші, менің тамаша жаңалығым бар, деді. Бастығы, ол қандай жаңалық болуы мүмкін? Менің де саған жаңалығым бар. Жай қойшы, әуелі сенің жаңалығыңнан бастайық, деді. Ажар, менің аяғым ауыр. Мен енді сіздің ұрпағыңызды көтеріп жүрген ең бақытты келіншекпін, деді. Бастығы, не? Не дедің? Мүмкін емес, деді. Ажар, неге сенбейсіз? Міне қараңыз, 2 сызық, деп көрсетіп әуре. Бастығы, 2 сызығыңа бәле келсін, алдама. Мені салдақы. Кіммен жатып жүрсің сен? Мені алдағаның қай сасқаның оңбаған, деп Ажарды тоқпақтай жөнелді. Мен жаңа ғана өзімнің бедеу екенімді білдім. Жылдар бойы әйелімді кінәлап, күн бермей жүрсем, бар кілтипан өзімде екен. Не істерін білмей абдырап қалған Ажар, 2 ортада ашуға мінген бастығының қаһарына ұшырады. Өзін ақымақ санағаны үшін бастығы үйінен қуып шықты. Бар да,
балаңның шынайы әкесінің басын қатыр, деді де ара жіпті дәл сол сәттен үзді. Не болғанын түсінбей қалған Ажар Ердосты үйіне іздеп барды. Сол күні есікті ашқан Сәбира аң-таң. Ажар бәйбішені итере-итере үйіне кіріп кетті. Ердосқа істеген ісіңді мойныңмен көтер деп үйді басына көтерді. Сәбира не болып жатқанын түсінер емес. Әйтеуір сөз барысын бағып қараса, ойнастық жасап тапқан баласын бұлданған қыздың ызасы екен. Дереу есін жинаған Сәбира айқайға басып, Ажардың шашынан сүйреп үйінен қуып шықты. Ердостың екеуіне де қарауға беті жоқ. Бет жұлса ұрысқан Сәбира, ұятсыз қатын, бала шағасы бар еркектің басын айналдырып, абырой таптым дейсің бе? Жоғал әрмен, деп итеріп жіберіп еді. Ажар абайсызда жайсыз жығыла түсті. Бүрсеңдеп, ішін ұстап, ауырсына бастаған Ажар жедел жәрдем келгенше қансырап, баласын сол жерде тастап қойды. Ажарды ауруханаға алып кеткен соң, Ердос пен Сәбира қырық пышақ болып ұрсып, көрші қолаңға масқара болды. Осы күннен бастап үшеуінің жолы үш арнаға ауысты. Ажар ауруханадан шыққан соң, жас өмірін қор қылмай, жаңа өмір бастаймын деп шешті. Ердос елге қарауға беті жоқ, басқа қаладан жұмыс қарастырды. Ал Сәбира бала шағасымен шаңырағында қалды. Сәбира қателікті қай жерден жібергенін іздеп, артына қарайлап ұзақ ойланды. Шынында барлығынан кінәні өзінен іздеген әйел қателіктерін мойындап, өз-өзін қолға алды. Босағаның беріктігі өзінің қолында екенін, жарына дұрыс көңіл бөле алмай, немқұрайлығы үшін тек өзін кінәлай берді. Тәубаға келіп, Алланың берген сынағын дұрыс қабылдап, ендігі отбасының жақсы өмір сүруіне серт берді. Декреттік демалыстан шыққан Сәбира бір сәт өзіне көңіл бөліп, шырттай киініп, әп-әдемі келіншек болып шыға келді. Ердос өзге қалада отбасынсыз ұзақ жүре алмай, үйіне Сәбираға қайта оралды. Басы салбырап, әйелі мен балаларына қарауға беті жоқ. Өз қателіктерін түсініп, Сәбираға өлердегі сөзін айтып, жалынып, жалбарынып, кешірім сұрады. Екеуі сол өсіріп отырған балалары үшін өмірлерін тағы соңғы рет қайта бір арнаға тоғыстыруды шешті. Әңгіменің соңында айтарым, ешкімнің шаңырағы шайқалмасын. Шаңырақ көтерген әрбір жұптың керегесі кең, босағасы биік болса екен. Әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз.